Қоқысты сұрыптау мен оны өңдеу мемлекет гүлденуіне апарар 9 тораптың бірі десек те болады. Осыған орай Қазақстанда өндірілген және қолданылған қалдықтар бүгінгі таңда 100 миллиард тоннаны құраса, оның тек 5% ғана өңделеді екен. Орта есеппен жыл сайын 5-6 тоннаны жинақтайды екенбіз. Осы қарқында жалғаса берсе, 2025 жылы бұл 8 тоннаны құрауы ғажап емес. Осындай аса ірі көлемде қоқысты өңдеу зауыт ресурстарын ұзаққа апармайтын айтпаса да белгілі. Бұған себеп еліміздегі қоқысты сұрыптап жинау мәдениетінің болмауы. Қазіргі таңда қоқысты қайта өңдеу қиындық тудыруда, себебі қалдықтар сұрыпталып жиналмайды. Бүгінде еліміз бойынша 100 миллион қатты қоқыс жиналып қалған. Қазақстанда қалдықтарды сұрыптайтын және өңдейтін және 20-дан астам өнім түрлерін шығаратын 130-тан астам кәсіпорындар жұмыс жасайды. Яғни қазіргі таңда мамандардың айтуынша қоқыстың жиналып қалу себебі оның құрамы себеп болып отыр. Себебі қазіргі біз барлық қоқысты бір контейнерге тастап, мысалы қайта өңдеуге жарамды пластик, қағаз, алюминий банкалары, картон барлығын тұрмыстық қалдықтармен араластырып қоқыс жәшігіне саламыз. Ол қоқыс бірнеше күн контейнерде жатып, араласып кеткеннен кейін ол зауытқа барады. Зауытқа барғаннан кейін ол жерде қайта өңдеуге болатын және өңдеуге болмайтын заттарды бөліп алу қиындыққа соғуда. Егер біз заттарды екі бөліп салынатын контейнерлер ойлап табатын болсақ, яғни оларды қолға алатын болсақ, елімізде Қазақстандағы қоқыстың жиналмауы 70%-ға дейін өсуі әбден мүмкін. Негізінен қоқыстардың, яғни қалдықтардың бірнеше түрлері болады. Сол түрлеріне қарай қоқыстар әртүрлі зауыттарда қайта өңделеді. Мысалы, тұрмыстық қалдықтардан тыңайтқыш жасауға болады. Бірақ қоқыстағы азық-түліктің мөлшері 20%-тан аз болса, тыңайтқыш өндірілмейді. Себебі бұл биохимиялық процесс. Зауыттарда тұрмыстық қоқыстар 70 градусқа дейін қыздырылады. Сонда ғана ауыр қоздыратын микробтар жойылып, қоқыс тыңайтқышқа айналады. Табиғи жағдайда бұл процесс айлап жүретін болса, зауыт жағдайында бұл жұмыс 2-3 күнде аяқталады. Сондықтан қоқыс өңдеу фабрикаларының табиғатқа тигізер маңызы зор. Бұл кезеңде мәселенің төркіні көптеген дамыған мемлекеттер қоқысты түрлеріне бөліп жинау жүйесіне көшкеніне айтарлықтай уақыт өтті. Бұл экологиялық тұрғыдан ғана емес, экономикалық жәрдем болуын айтуымызға болады. Неге біздің еліміз бұндай жүйені қолға алмасқа? Өзгерісті байқармыз талай әлі, басы болған нәрсенің бар аяғы. Түнде жауған аппақ қар Алматыда түске дейін түтінмен қараяды. Болу қиын қалада шыңған шайын, қаны бішпей газдағы құмған шайын. Газ бен бензин иесінен безер болам, терезенің пердесін шуған сайын. Жұртқан сайын календар, парақтар, жұқарғандай жекемен тағаттағы. Асфальт жапқан аулаға қарап тұрам, пәтерінен 5-ші қабаттағы. Табиғатпен кете алмай мол ұғысып, сұлулықпен суреттен жолығысып. Құс секілді құста жоқ жетім торғай, балкондарда жүреді қонып ұшып. Жетім торғай жабығып ұшар одан, түк бітірмей шаршайды түс ауадан. Күннің көзі кірбиіп көрінеді, газ бен түтін тірлеткен ыс ауадан.